Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге антибиотикті ретсіз қолданудың салдары жайында ақпарат бермекшімін. Антибиотикті ретсіз қолданудың зардабы бактерияның антибиотикке төзімділігін пайда болғызады. Ағзаға бактерия түскен кезде бактериалды инфекция дамиды. Әрине, оның емі антибиотик. Антибиотик ол біздің жауымыз емес. Егер оны ретті, яғни бактериалды инфекция кезде қолданатын болсақ, онда оның зиян әсері жоқ. Және антибиотик иммунитетті төмендетпейді. Яғни антибиотикті вирусты инфекция кезде қолданбаймыз, тек бактериалды инфекция кезде қолданамыз. Және 5 күннен кем емес, өз сағаты мен өз нұсқамасына сәйкес қолданатын болсақ, онда оның пайдасы мол. Ал егер оны вирусты инфекция кезде де немесе ретсіз қолданатын болсақ, онда оның пайдасынан зияны көбірек. Яғни антибиотикке төзімділік пайда болады. Мысалы, бір антибиотикті алайық, ампицилин дейік. Ампицилинді іше бергеннен сол антибиотикке бактериялар өлмеу мақсатында олар өзгеріп, яғни мутацияланып, одан да күшті, яғни бактерия пайда болады. Сосын бұл антибиотик әсер етпей қалады. Бұдан біз, яғни күшті антибиотик алу қажет болады. Ең жаманы жаңағы мутацияланған, өзгерген бактерия басқа, яғни сау адамға да шығады. Міне осылай ампицилин жаңағы жұққан адамға да әсер етпей қалады. Осының салдарынан бір емес бірнеше адамда антибиотикке деген төзімділік пайда болады. Бұл өте қорқынышты жағдай. Себебі қазір жаңа антибиотиктер шығарылып жатқан жоқ. Егер барлық антибиотикке төзімділік дамитын болса, онда бактериалды инфекцияларды болашақта емдеу қиынға соғады. Сондықтан да антибиотикті өз бетіңізше қабылдамаңыз. Яғни оны өзінің ретімен бактериалды инфекция кезде қатаң қадағалаумен өз диагнозына сай тек көрсеткішпен қабылдау қажет. Мысалы, көп адамдар антибиотикті ішіп жақсы болғаннан кейін, яғни 3 күннен кейін жақсы болады, содан кейін мүлде ішпей қояды. Яғни тастап кетеді жарты жолдан. Содан соң 1 аптадан кейін немесе 1 айдан кейін қайтадан ауырады. Сол үшін егер дәрігер антибиотикті 5 күнге десе 5 күн, 7 күн десе 7 күн, 10 күн десе 10 күн қабылдау қажет. Сонда ғана біз антибиотикті ретті қолданып, антибиотикке деген төзімділіктің алдын аламыз. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.